Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жұп-жұмсақ кек жасайтын боламыз. Бізге айран, 2 жұмыртқа, сұйық май, қант, ұн, раздихитель, яғни қамыр қопсытқыш қажет болады. Ең алдыменен айранымызға қантымызды саламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Құйған соң жақсылап араластырамыз, яғни қантымыз ерігенше. Және де тексеруді ұмытпаңыздар. Яғни қантымыз еріді ме, ерімеді ме деп дәл видеодағыдай тексеріп аласыздар. Содан соң ұнымызға қамыр қопсытқышымызды саламыз, яғни раздихителімізді салып, қолымыздың көмегімен араластырамыз. Және де бөлік-бөлікке бөліп, ақырындап салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Мінекей, дәл видеодағыдай жақсылап араластырып алатын боласыздар. Шамамен 10 минуттай араластырып аласыздар. Мінекей осылай. Міне тестамыз, яғни қамырымыз дайын болды. Енді бізге осындай кекстің формасы қажет болады. Бізде осындай форма. Толтырмай, яғни 1 қасықтан құйып шығатын боламыз. Мінекей. Осылай салып аламыз. Міне салып алдық. Енді 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Міне біздің жұп-жұмсақ кексіміз дайын болды. Миксерсіз дайындалды. Өте керемет болып шықты. Енді сәресіге дайындап жесеңіздер болады. Өте керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға сәттілік тілеймін. Ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.